Suraya. Menikmati kesan kasih sayang, kau terpaksa pergi. Kenapa? Ne болды? Даусым ұнамады ма? Жоқ, даусың әдемі екен. Тек жай даусыңды естіп есіме бірдеңе түсіп кетті. Даусыңды бұрын естіген сияқтымын. Білесің бе, бала кезімнен музыкаға әуестенуші едім. Сенің даусыңды естісем, көңілім шабыттанып қалады. Тағы да музыкамен айналысқым келеді. Сен маған шабыт берген соң бұл әуеннің атын Сураяның махаббат сыры деп атағым келеді. Сураяның махаббат сыры. Әдемі естіледі екен. Сураяның махаббат сыры. Иә, дәл солай атайым. Білесің бе, мүмкін сен менің музам боларсың. Ви, сонда Раянның ана қызметшіде ойы бар деп ойлайсың ба? Екеуі екі әлемнен ғой. Ол енді оған ғашық болып, үй ішін ұятқа қалдырмайтын шығар. Көзге ұрып тұр ғой. Олардың бір-біріне жақындығын соқыр адам да байқап қояды. Сендер қалай байқамай жүрсіңдер? Сол Сумақайдың Раянға қырындап жүрген бұрында айтып едім ғой. Иә, ондай қыздар қалталы еркектерді қаратып алуға құмар. Ондайлар байлыққа жету үшін тәнін сатуға да дайын. Ал байып алған соң, тура мен сияқты жүреді. Мен сияқты дегенің қалай? Дұрыс қой, апа. Байлыққа қолымыз жеткен соң, жүрегіміздің қалауын орындағымыз келеді. Мәселен, мен көлік жүргізушімді сондай жақсы көрем. Ви, не айтып отырсың? Бен біліп қойса ажырасып тынады ғой, бәрі құрдымға кетеді. Сондықтан ақмақ болма, есіңді жи, ондайды мүлдем ойлама. Махаббат деп жүріп, қалай далада қалғаныңды байқамай қаларсың әлі. Менің тілімді ал, әйтпесе, өмір бойы бармағыңды шайнап өтесің. Ұқтың ба? Ту, ақыл көси бермеңізші, кішкентай қыз емеспіз ғой. Жетер, басынды қатырдыңдар ғой. Барында сыртқа шығып тауласыңдар. Жарайды, кешір қызым, ренжіме. Енді тек Теңку Раян жайлы ойлануымыз керек. Қайырлы таң. Рахмет. Ей, отырсаңшы. Мырза, Мынадай ыстық күнде сыртқа шыққың келмейді екен. жіберіңізші. Отыр, шай ішейік. Кел. Қолымды жіберіңіз. Қорықпа, Мырза. қане отыра ғой. Кел, Анита. Сен іздеп жүрсем, осында екенсің ғой. Иә, дала ыстық, одан да үйде отырғаным жақсы. Бірдеңе ішесің бе? Иығыңа не болған? Мотоциклге соғылып қалдым. Соғылып қалдың ба, әлде Марианнадан таяқ жедің бе? Терге беріп қайтесің? Марианна. Одан басқа қыздар толып жүр ғой. Сен мұнда не қып жүрсің? Бен қарызданып қалды ма? Әлде әпкең мен апаңа ақыл айтуға келдің бе? Дұрыс айттың ба? Ей, тіліңе ие бол. Не айтып, не қоярымды өзім білем. Я, иығымды Марианнаның кесірінен ауыртып алдым. Достарым көмекке келді. Сосын үшеуміз жас еттің дәмін көрдік. Енді Науфалдың кім екенін біліп жүрсін. Иә, ол мені ұмытпайды.
Ирина, мені шақырыпсың ғой. Білесіз бе? Арамызда болған жағдайға қатты өкініп жүрмін. Бұдан бұлай бір-бірімізбен ерегіспей қояйықшы. Апа, осыны айтқым келген. Иә, дұрыс айтасың. Ерегісуді доғарғанымыз жөн. Түсінгеніңіз үшін рахмет, апа. Оқасы жоқ. Тек бір өтінішімді орындашы. Балаларыммен сені бетпе-бет жолықтырғым келеді. Оларға шыныңды айт. Сенің көздегенің махаббат емес, ақша ғой. Ертеме кешпе шындық ашылады. Сонда анаң, Науфал, үшеуің бұл үйден кетулеріңе тура келеді. Солай емес пе? Тәте, менің айтайын деген бұл емес еді. Жарайды. Сонда не айтпақшы едің? Тыңдаңыз, жаңа қызметшіңізден сақ болыңыз. Соны ескертпек едім. Сураядан. Жарайды. Ескерткенге рахмет. Сонда не істеп қойды? Тәрелге сындырды ма? Әлде жұмысын дұрыс атқармай жүрме? Тәте, ол қызметші сіздің ұлыңыз Теңкур Аянға қырындап жүр. О, құдайым, қарап тұрсам тұла бойың тұнған арамдық қой. Бұл үйде саған жағатын адам бар ма? Енді қызметшіге тиісейін дедің бе? Әлде осы үйдің қожасы менмін деп жүрсің бе? Мұнаны біліп жүр. Сурая бұл үйге жұмыс іздеп келді. Оның ешқандай арам пиғылы жоқ. Оқтың ба? Солай ма? Арам пиғылы жоқ екен ғой. Иә, мүмкін сіз оны мен аңдайтын тыңшы ретінде жұмысқа алған шығарсыз. Сурая сияқты қыздар үндемей жүріп, бір-ақ сәтте осы үйді тартып алу мүмкін. Ескертпеді демеңіз, апа. Есіңізде болсын. Ирина, сен өзіңді айтып отырғаннан саумысың? Аузыңызға келген айта бермеңіз. Ол қыз мына үйде жұмыс істейді екен, бір жамандық болмай қоймайды. Ол қызды қойш. Сен келгелі осы үйдің шырқы бұзылды. Мейлі, өзіңіз біліңіз. Онда Хайкалға айтып қудырам. Ирина, мынаны біліп қой. Бұл үйде қызметшілерге бұйрық беруге бір-ақ адамның хақы бар. Ол Хайкал емес. Ол мен. Қандай ақымақ әйелсіз. Бұл үйдің қожайыны осы ақымақ әйел. Ақыры осында тұрады екенсің, менің дегенімен жүруіңе тура келеді. Ұқтың ба? Сосын, тағы айта кететінім. Сурая ешқайда кетпейді. Одан да өзіңді ойла. Ақымақ қатын. Енді қайттым. Неге? Неге? Науфал. Науфал. Қане, тыныштал. Жібер. Науфал. Науфал, өтінем. Науфал, жіберші. Науфал, жіберші. Өтінем. Науфал, өтінем. Шыдай тұр, қалқам. Шыда. Науфал. Науфал, өтінем. Науфал. Науфал. Жылама, қарындас. Қане, қолын ұста. Тыныштал. Жіберіңдер.
Жарайды оқушылар, бүгінге осы. Рахмет. Анита, мені кешкі курсқа алып келгенің үшін рахмет. Оқасы жоқ. Маған қаттынады. Иә, кешкі курстың болғаны қандай жақсы. Кезінде оқи алмағанымызды қайта оқитын болдық. Мектепті бітіре алмап ем. Бұл бір жақсы мүмкіндік болды. Қиын ештеңесі жоқ. Бастысы ниет болса, оқу қашпайды. Енді орта білімге арналған емтихан тапсыруың керек. Одан өтсең, біліміңді әрі қарай жалғастыра аласың. Оқысаң ешқашан далада қалмайсың. Ол рас, мен Теңку Елинаға ұқсағым келеді. Ол кісі сондай ақылды, сұлу, әрі көреген әйел. Арманың әжет. Жүр кетейік. Кеттік. Дұрыс айтасың. Раян бізбен бірге тамақ ішкенді де қойды. Не сөйлеспейді? Мүлдем өзгеріп кетті. Қатты өзгерді. Ол жағына қам жеме, Елина. Раянға біраз уақыт бер. Бұрынғыдай сүйіктісімен әуестеніп жүрау. Бағана ән айтқан несін? Иә. Көптен бері ән айтпай кетіп еді. Қайта жақсы болды. Музыка адамның жанын тыныштандырады. Шаршағаныңды басады. Жаңа Раянның ән салып отырғанын естідім. Өзі шығарыпты. Өлеңнің ішінде Сураяның аты аталады. Әуені әдем екен. Сурая дейсің бе? Иә. Жаңадан келген қызметші ме? Мейлі, шығара берсін. Ойы бөлінсін, көңілі сергіп, тұңғиы қойдың шырмауынан құтылсын. Иә, ой бөлінгені дұрыс. Сол қыз келгелі бері Раян бақытты көрінеді. Бұрынғыдай күлімсіреп жүретін болды. Мен үшін Раяным бақытты болса болғаны. Ең бастысы, қайтадан бәріміздің басымыз қосылды. Осыған да шүкіршілік деймін. Шүкір бәріне. Иә, дұрыс айтасың. Апа, о құдайым, біліп едім, бір сұмдық болатынын ішім сезіп еді. Мүмкін емес. Апа, естіп отырсыз ба? Раян жаңа ән шығарыпты. Оның сөзін ана Салпетекке арнап жазыпты. Тыңдаңызшы. Қызым, қызметшіге арнап жазды ма жоқ па? Оны қайдан білесің? А? Неге сонша күйіп пісесің? Апа, шын айтам. Ана шөп желке мұнда жұмыс үшін келген жоқ. Оның көздегені мүлде басқа. Біз білмейтін бір сыр бар мұнда. Иә, бәрі де мүмкін. Раян есінен айырылған кезде, оған осы қыз қараған сияқты. Себебі ол да Ланкавиден келген, екеуі бірін-бірі танымайтындай түр байқатып жүрген болуы мүмкін. Бір-бірін Ланкавиден бері білет дейсің бе? Иә. Сол себепті Раянның маған қайтып келгісі жоқ. Апа, өтінем, өзіңіз бір амалын табыңызшы. Жарайды. Түсінікті. Қорықпа, бұл мәселені өз қолыма алам. Еш уайымдама. Шамасы ол қыз ажалына асығып жүрау. Біздің кім екенімізді білмей жүр екен. Өзіміз қатырамыз. Енді ісім сонымен болсын. Апа, білесіз бе? Марианнаның мүлдем көңіл күйі жоқ. Жұмыстан келгелі өзі біртүрлі болып жүр. Біртүрлі болғанда қалай? Білмеймін, маған ештеңе айтпайды. Үйге үстінің саутамдығы жоқ, шаш алба-жұлба болып келді. Оған бірдеңе болған сияқты. Мүмкін, ол әлгі мотоцикл мінген жігітпен жанжалдасып қалған шығар. Марианна, Амира сенің мазаң жоқ дейді. Ауырып қалған жоқсың ба? Мінеки, саған тамақ алып келдік. Жей ғой. Ауырғам жоқ, тәте. Әшейін.
Ұйқым қанбай жүрген секілді. Шын айтасың ба? Кеш жарық. Мынау тарих қой. Сірә ол да сені уайымдап жүрген болар. Қазір ешкімді көргім келіп тұрған жоқ. Марианна, өзің білесің, тарихтың саған деген көңілі ерекше. Өзімен бір ауыз сөйлесші. Сосын демаласың. Оны кіргізші. Амира, ешкімді көргім келіп тұрған жоқ, өтінем. Мені күштемеш. Марианна, кеш жарық. Енді Сураяны жұмыстан шығарасың ба? Жоқ, не үшін? Ирина саған айтыпты ғой. Оның Сураяға көңілі толмайды екен. Иринаның есі дұрыс емес. Қайдан келгенін ұмытып қалған ау. Кім біледі, тағы да өз-өзіне қол жұмсап жүрмес екен. Қойшы, соған сеніп қалдың ба? Көз бояған түрі ғой. Шешесі екеуі бізді ақымақ көреді ау. Енді мені алдай алмайды. Мен оның ойын ережесін түсіндім. Демек, Сураяны қалдырасың ғой. Фарид, ол келгелі Раянның қалай өзгергенін өзің көрдің ғой. Ол қалады. Жақсы. Қалғаны дұрыс. Мари, мүмкін ол саған бірдеңе айтпақшы шығар. Сөйлесіп көрсеңші. Ой, құдайым-ай, Марианна, тыныштық па? Тәте, Амира, оны кіргізбеңіздерші. Мен оны көргім келмейді. Тек ол емес, ешкімді көргім келмейді. Өтінем. Жігітті аясаңшы, тауы шағылмасын. Сені шын жүрегімен жақсы көреді ғой. Сен үшін бәріне дайын. Аспандағы жұлдызды санап жүріп, қасыңдағы айдан айырылып қалма. Тәте, Амира, ешкімді көргім келмейді дейм. Ешкімді көргім келмейді. Ешкімді де. Түсініңіздер. Марианна, Марианна. Марианнаға не болған? Ана жігітпен ренжісіп қалған ба? Білмеймін, апа. Бар, есікті аш, көп күтіп қалды. Сәлем. Кеш жарық. Кеш жарық. Сурая, Марианнаға бас көз болшы, бүгін мазасы жоқ сияқты. Оған не болды? Білмеймін. Қазір өзімен сөйлесемін. Тәте, Марианаға бірдеңе болды ма? Әлгі мотоцикл мінген жігітпен ренжісіп қалып па? Солай сияқты. Тәте, қызық бірдеңе айтайын ба? Сізбен бірге отырып, шай ішпей келіп, біраз болыпты. Айтпақшы, білесіз бе, жұрттың бәрі сізді аузынан тастамай айтып жүр. Ей, жұрттың менде не шаруасы бар? Әлде менен басқа айтатын әңгімелер құрып қалып па? Әңгіме қылмағанда ше. Бұрын аяғыңыз жетер жерді түгел түгендеп шығушы едіңіз. Енді аттап шықпайтын болыпсыз. Үйден шығып қайда барам? Араласатын ешкімім болмаған соң, амал жоқ күні-түні үйде отырам. Жұрттың менде не шаруасы бар? Мейлі. Не істесеңіз де өзіңіз білесіз ғой, тәте. Тек менің мазамды алмасаңыз болды. Таңғаларлығы не екен білесіз бе? Әлгі Кәрім деген қасапшы жоғалып кеткелі, сіз үйден шықпайтын болдыңыз. Осы араларыңызда ештеңе жоқ па? Әй қыз, ол жоғалып кетеме, өліп қалама, онда менің шаруам қанша? Маған десе тозақ отына жансын. Ет сататын басқасы да жетеді. Солардан да алам. Жер бетінде жалғыз қасапшы сол ма екен?
Қайдан білейін? Маған бір сыры бардай көрінеді. Кәрім жоғалғалы бері жұрттың қорқынышы үдей түскен. Әдетте ондай өсекті бірінші боп сіз естейсіз ғой? Соңғы уақытта Кәрім екеуіңіз ауыз жаластырып кетіп едіңіздер. Меніңше, оның қалай жоғалып кеткенін сіз білетін сияқтысыз. Әлде бұның артында сіз тұрған жоқсыз ба? Тәте, солай сияқты. Тәте, неге түкіресіз? Марианна, не болды? Айтшы. Куала-Лумпурға бекер келіппін. Не болды? Олай деме. Ұнжырғаңды түсірме. Осында келіп, жақсы жұмысқа кірдің. Мұнда мүмкіндік көп, жалақысы да жоғары. Мен сені мақтан тұтам. Оның үстіне сымбатты әрі адал жігітің бар. Жақсы емес пе? Енді оның атын атамашы. Мен қатты шаршадым. Демалайыншы. Марианна, біз апалы сіңіліміз. Маған кез келген сырыңды айта бер. Кім білет? Айтсаң жеңілдеп қаларсың. Менен ештеңе жасырма. Кір. Қайырлы таң. Таңғасыңызда келдім. Неге кешігесің? Өзіңіз жаңа ғана сұрадыңыз ғой. Ғафу өтінем. Сен не ақыл көсіп тұрсың? Мен тек шындықты айтып тұрмын. Аузыңды жап, бөлмемді тазала. Жарайды. Қай киімдеріңізді жуу керегін айтасыз ба? Апамнан сұра, сол білет. Арқам күйді ғой. Тамып кетті. Ренжімеш, байқамай қалдым. Ирина ханым, кофенің дағын кетіру қиын болады. Сен маған дауыс көтерме. Өзің барып тұрған еріншек екенсің. Бар, маған басқа кофе әкеліп бер. Тез қимылда. Сумақай. Сумақай. Апа, көріскенше. Амира, қайда барасың? Таңғы асыңды ішіп кетсеңші, қарның ашады ғой. Мен ауруханаға барып, сараптама қорытындысын алуым керек. Жалғыз бармақсың ба? Қаласаңыз, менімен бірге жүріңіз. Жарайды, онда сәл күте тұрш. Киімімді ауыстырып, сөмкемді алып шығайын. Қайырлы таң, мырза. Қайырлы таң. Таңғы асты осында ішесіз бе әлде ас үйде ме? Тек кофе алып келші. Өлеңге шабытым келіп отыр. Жарайды, жақсы. Әннің сөздерін жазып қойдыңыз ба? Маған айтып беріңізші. Әлі аяқтай алмай жүрмін. Кеңседе жұмыстарым көп. Жарайды, мен жүрейін. Мен кофе әкелейін. Сурая, мен кеше бір түс көрдім. Қандай түс? Бір керемет аралда жүр екенмін. Ол аралдағы адамдардың бәрі мені жақсы көреді екен.
Тағы не көрдіңіз? Бір әдемі қызды көрдім. Маған қамқор болып жүр екен. Алайда кім екенін біле алмадым. Ол да ән айтады екен. Дауысы сондай ғажап. Жаңа қызметшіңізден сақ болыңыз. Соны ескертейін деп ем. Жарайды. Ескерткеніңе рахмет. Сонда не істеп қойды? Тәрелке сындырды ма? Әлде жұмысын дұрыс атқармай жүрме? Тәте, ол қызметші қыз сіздің ұлыңыз Тенкураянға қырындап жүр. О, құдайым. Қарап тұрсам, тұла бойың тұнған арамдық қой. Бұл үйде саған жағатын адам қалды ма? Енді қызметшіге дейсен дедің бе? Әлде осы үйдің қожасы менмін деп ойлайсың ба? Мұнаны біліп жүр. Сурая бұл үйге жұмыс іздеп келді. Оның ешқандай арам пиғылы жоқ. Рас айтасыз ба? Арам пиғылы жоқ екен ғой. Мүмкін сіз оны мен аңдайтын тыңшы ретінде жұмыс қалған шығарсыз. Сурая сияқты қыздар үндемей жүріп, бірақ сәтте осы үйді тартып алуы мүмкін. Ескертпеді демеңіз, апа. Сақ болыңыз. Ирина, сен өзіңді айтып тұрғаннан саумысың? Аузыңызға келген айта бермеңіз. Ол қыз мына үйде жұмыс істейді екен. Бір жамандық болмай қоймайды. Сәл күте тұр, Ирина. Сураяның атын естігеннен зәрең ұшатын болады. Осыдан көрде тұр. Бұл кім? Бұл мен ғой. Саған не керек? Сені көруге келдім. Менің қолым бос емес. Қолың бос емес пе? Ондайға ұқсамайды ғой. Мариана, тоқташ. Мен саған бірден айтпақ едім. Осы күнге дейін саған айта алмай жүрген сырым бар еді. Бүгін жұмысқа бармайсың ба? Менің жұмыс істегім келмейді. Сыртқа да шыққым келмейді. Ешкіммен тіпті сенімен де сөйлескім келмейді. Маған тек 5 минут берші. Өтінем. Мен сені бала күнімнен бері ұнатам. Мен сені жақсы көрем. Тариқ, кетші. Ешкімді көргім келіп тұрған жоқ. Мариана, саған не болды? Ұсынысымды қабыл алшы. Неге түсінбейсің? Менің ешкіммен кездескім де сөйлескім де келмейді. Жігіттің сырттанысың. Саған жететін жігіт жоқ. Сенің арқаңда қыстақтан келген жас еттің дәмін таттық. Тони, жалпы қалай болды? Саған ұнады ма? Ұнағанда қандай? Бірақ полицияға арыз жазады деп қорықпайсың ба? Бізді қамап қоймай ма? Несіне қорқасың, Тони? Түрмеден қорықпайсың ба? Тони, зорланғандардың 20%-ның ғана полицияға арыздануға батылы жетеді. 20% ғана ма? Қалған 80% ше? Ал қалған 80% ешқайда арызданбайды. Неге екенін білесің бе? Себебі олар зорланған үшін ұялады, елдің сөзінен қорқады. Сондықтан амал жоқ ішінде сақтайды. Мәселе Мариана, қыстақтан келген қыз. Ол ешқайда арызданбайды. Тіпті үй ішіне де ештеңе айтпайды. Дұрыс айтасың. Онымен енді кездескің келмей ме?
Не үшін? Біз өзімізге керекті алдық. Осымен тапсырма орындалды. Қайдан білейін. Мариананы айтқанда көзің балбұл жанып кетуші еді. Оны ұнатама деп ойласам. Қой, достым, мен өз түкіргімді қайта жұтпайтын шығармын. Мариананың маған бірақ жер ұнайтын. Оның пәктігі. Иә, қазір жер бетінде пәк қыз қалмаған сияқты. Тек миллионнан бірі пәктігін сақтайды. Заман бұзылып барады. Миллионнан бірі ғана. Біздің жолымыз болды. Дұрыс айтасың. Бір әдемі қызды көрдім. Маған қамқор болып жүр екен. Алайда кім екенін біле алмадым. Құдайым. Мені есіне түсіре бастаған сияқты. Аллаға шүкір. Әй! Раян қайда? Жұмысына кетті. Бәрі келді. Менің күйеу жігітім туралы менен гөрі сен көбірек білесің ғой. Шығып бара жатқанда көргем. Ей, осы сен айнаға қарайсың ба? Ирина ханым, Менің түріме қара, сосын өзіңнің түріңе қара. Айырмашылығын байқап тұрсың ба? Сен даланың қызысың, мен қаланың қызымын. Екеуміз екі бөлек әлембіз. Я, мен өз орнымды білем. Мен мұнда жұмыс істеп келдім, бар болғаны сол. Көлгірсімеш, сенің не мақсатпен келгеніңді білмейді дейсің бе? Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Несін түсінбейсің? Ей, Раян екеуің не жасырып жүрсіңдер? Жауап бер. Аты жөнім Ризал Арман. Раянмен кездесуге келдім. Не мәселе бойынша? Досыммен кездесуге. Жақсы. Қайырлы таң. Ризал. Достым! Достым, Куала-Лумпурға қош келдің. Ылғи жұртты таңғалдырып жүресің. Негізі сені тосыннан қуантқым келген. Шынымды айтсам, мұнда тек сен үшін келдім. Сенің басыңнан өткен хикаяларың жайлы естігім келеді. Тоқта, кідіре тұр. Неге алдын ала хабарласпадың? Куала-Лумпурдың әуежайынан күтіп алатын едім ғой. Өзім аяқ астынан келем деп шештім. Мені білесің ғой. Қайда аялдадың? Қонақ үйде, басқа қайда болушы еді. Заттарымды тастап бірден осында келдім. Қонақ үй дейсің бе? Иә, Оның не, Ризал? Біздің үйге келе бермейсің бе? ештең етпейді. Жүр, кабинетте сөйлесейік. Бұрынғы кабинетің бе? Әрине, жүр. Ал, отыр. Рахмет. Не жаңалық? Разана екеуіңнің араларың қалай? Разана тура менің анамның аузынан түсіп қалғандай. Екеуінің мінездері де, талғамдары да бірдей. Ол да анам сияқты мансап құмар. Аздап менмендігі бар. Түсінікті. Шынымды айтсам, бүгін сені көрем деп ойламап ем. Ал сен маған қалай тірі қалғаныңды айт. Сен қаза болды деп естігенде, жылай-жылай көз жасым көл болып еді. Қатты қайғырдым, досым. Білмеймін. Құдайдың құдірет шексіз ғой. Қалай тірі қалғанымды білмеймін. Өмірге қайта келген сияқтымын. Менің күйеу жігітіммен әмпей-жәмпей болып жүрсің бе? Қолымды жіберіңіз. Бәсе, басынан біліп едім. Сенің көздегенің ақша ғой, иә? Солай ма? Жоқ, Ирина ханым, менің ондай ойым жоқ. Ей, шамасы, Раян екеуің Ланкайбеде кездескенсіңдер ғой. Сен оның басын айналдырып, өзіңе қаратып алған шығарсың. Мұнда оны қолыңа түсіру үшін келдің. Не деп тұрсыз, Ирина ханым? Маған жала жаппаңыз. Ей, мені алдаймын деп ойлама. Дереу мына үйден қараңды батыр. Ниетің таза болса, басқа жұмыстарда жетіп жатыр. Жоқ, кетпеймін. Не дейсің? Ақыры жұмыстан кеткің келмейді екен. Олай болса, мен сенің өміріңді тозаққа айналдырам. Тозаққа. Не деп тұрсыз? Я, екеуінің бірін таңда. Не кетесің, не тозақта өмір сүресің. Мен сенің әр қадамыңды аңдып отырам. Мен барда арам ойыңды іске асыра алмайсың. Саған күн көрсетпейм. Остан көрде тұр. Неге сонша айналды екен?
Өтінем, сабыр етіңіз. Қазір шығады ғой. Дәрігердің қабылдауына кіргелі бері қанша уақыт өтті? Ханым, сіз Амираның анасысыз ба? Иә, Сізбен сараптама нәтижелер жайлы сөйлесуім керек. Тыныштық па? Хайкал екеуміз қас дұшпан сияқтымыз. Кімнің шын, кімнің өтірік айтатынын білмеймін. Апам мен ағамнан қатты көңілім қалды. Неге олар маған бірден шындықты айтпады? Дұрыстап түсіндірші. Иринаның айту бойынша, апам мен ағам оған ақша беріп, Хайкалға тұрмысқа шық депті. Ал апамдар оны мойындаған жоқ. Өзің кімге сенесің? Білмеймін. Әбден басым қатты. Қазір үйдегілер маған бөтен адамдардай көрінеді. Раян, менің араласуға хақым жоқ. Алайда үй ішіңді тыңдағаның жөн. Иринаның айтқаны рас болса ше. Мен оған қиянат жасағым келмейді. Өзің білесің, Ирина менің алғашқы махаббатым еді ғой. Махаббатым еді дейсің бе? Ал қазір ше? Ту, күн жанып тұр. Апа, маған бір кесе су беріңізші. Мұз қосып берсеңіз дұрыс болар еді. Қатты шөл дедім, апа. ей, соқырсың ба? Қарасаңшы қолың бос емес. Өзің ас үйге барып құйып алсаң болмай ма? Мен сенің әйелің емеспін. Өзінше мені жұмсағысы келеді ғой. Ой, құдайым-ай, бір өтініш айтып қалып едім. Енді 3 сағат құлақ етімді жейтін болдыңыз ғой. Осынша сөз айтқанша өзің құйып іштеп айта салмайсыз ба? Әй, сізде, апа. Аднан, тағы да бастайын дедің бе? Тыныш отыршы өзің. Өзіңіз ғой бастаған. Жарай, тыныш отырайын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Амансыңдар ма? Амира, не болды? Өңің қашып кетіпті ғой. Не болды? Апа, Амира науқастанып қалыпты. Не? Оған не болды? Оның кез келген сәтте көз жұмуы мүмкін. Не дейді? Сабыр ет. Сабыр етіңіздер. Қайдағы жоқты айтпа. Көз жұмған нес? Құдай сақтасын. Амира. Тариқ. Дәрігер Амираның халі нашар дейді. Жақ қойш, мен ауру емеспін. Уайымдамаңыздар. Уайымдамаңыздар. Амира. 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 Құдай-ау. Тариқ, көмектес. Ой, Амира. құдайым-ау, балапаным-ау, не болды? Не болып қалды? Амира. Амира, есіңді жиыш, қызым. Амира. Құдайым-ай, не болып қалды? Әлі Иринаны жақсы көресің бе? Алдымен соған жауап берші. Білмеймін. Түсін алмай-ақ қойдым. Оған деген сезімім бар ма жоқ па, соны өзім де білмеймін. Түсін алмайым. Қанша қиын болса да, ойыңды жинақтап ал. Сосын бәрін ой елегіңнен өткізіп шық. Бұлай жүре беруге болмайды. Иә. Дұрыс айтасың. Жарайды, мен қойш. Өзің қалайсың? Жақсы. Әйелің қалай? Жақсы. Жақында ажырасамыз. Не? Ей, мұнда не істеп жүрсің? Жұмысымды істеп жүрмін. Қарсы болмасаңыз, мына бөлмені жинап шығайын деп едім. Кімді алдамақсың? Басқа бөлмелер толып тұр ғой. Неге осы бөлмені жинағың келе қалды? Ішің пісті ма? Мына қағаздарды жинап шық. Сурая. Едендерді сыпырмай-ақ қой. Дәл осы сәттен бастап
сен бұл үйде қызметші боп істемейсің. Жұмыстан шықтым ба? Әй, саңыраусың ба? Тәңку Елена сені жұмыстан босатты. Сен енді бұл үйге керек емессің. Өтінем, жұмыстан шығармаңызшы. 22 бөлімнің соңы 2016 жыл.